Мұқағали тұңғиық әлем, түбіне жетемін деу бос әурешілік. Бір қарағанда көпі киген қазақтың қарапайым қара өлеңін жырлаған ақын болып көрінуі мүмкін. Ал енді зерттеп зерделей бастасаң, түсініксіз жайттарға тап боласың. Мұқағали тірісінде сый құрметке бөленбеді. Өз заманында лайықты баға ала алмады. Құрығы ұзындардың құқайын көрді. Тепкісі қаттылар теперіш танытты. Алын әлемді тастап кете барғанда жоқтаушылары көбейді. Мұзбалақ ақынның маржандай жырларын еңбектеген баладан еңкейген қарттарға дейін осы күні жатқа айтады. Өйткені Мұқағали феномен. Мұқағали тағдырдың тарпаңдығын көрген ақын, жүдеу жадау тұрмыс кешкен отбасында дүниеге келген. Әкесі майдан даласында көз жұмды. Ол кезде Мұқағали бұғанасы бекіп қабырғасы қатая қоймаған бала еді. Сол бала күнінде жаралы жылдардың тақсіретін тартуға тура келді. Мұқағалидың жүріп өткен жолы көпке жасырын емес. Ақиық ақын жайында жазылған мақала да, жарық көрген жинақ та көп. Оның барлығын қайта тізбектеудің қажеті жоқ шығар. Мен сол тұста ел басқарған Қонаевқа жазған хаты жайында айтқым келеді. Бір 1974 жыл 17 мамыр Мұқағали бұл кезде өмірден баз кешіп жүрген уақыт. Жазушылар одағынан қуылып, партия қатарынан шығарылған. Соңғы жазған өлеңдерін жарыққа шығара алмай әбден қиналған. Мұнысын Мұзбалақ ақын Дінмұхаммед Қонаевқа жазған хатында бүкпесіз баяндап береді. Менің ауданыммен ұжымшар жойылып, социалистік Қазақстаннан шығарылып, қызым қайтыс болып, оған қоса бірнеше ет жақын туған туысымның қазасынан кейін күйініп, бәрінен баз кештім. Бұның бәрі 1962-1964 жылдардың арасында болған еді. Сол тұста мен өмірімде түзелмейтін қате жібердім. Әрине оны мойындау оңай емес. Осындай қыспаққа түскен ақынның әрі-сәрі күй кешкенін байқауға болады. Өмірімде түзелмейтін қате жібердім деп күйініп отырғаны жазушылар одағынан шығып қалған сәті болу керек. Бұл жайында айтылатын аңыз әңгіме көп. Бірі ішімдікке салынып жұмысына салғырт қарады десе, енді бірі одақ басшылығына бағынбады. Қасында жүрген ақындарды тілдеді, қыр көрсетті деп топшылайды. Анығын белгілі қаламгер Сайын Мұратбеков айтып берген. Ол кісі ұлттық арнадан көрсетілген үзеңгі жолдас хабарына қатысып, Мұқағали жайында сұрақтарған еді. Сол кісінің сөзінен өзінді келтірейін. Қайтқан адамды жамандауға да ол туралы мәшәр айтуға да болмайды. Бірақ Мұқағалидың кішкене ызаменен жазушылар одағына келіп, кейде мынау ақсақалдарды жұлқып кетіп, итеріп кетіп жүрген кездерін мен өзім көрдім. Мысалы үшін Темірғали Нұртайзинді менің көзімше желкесінен алып сүйреп, енді ол мүмкін баяғы студент кезінде бір несі болды ма білмеймін айтып. Қой деп барып ара түсіп менден еттім. Мені итеріп жүріп, жолама менің өзімнен бар, сен атаңа таулақшы деп. Енді ондай нелер болды. Бір күні Әнуәрді келе жатқан жерінде жазушылар одағының басшысы еді ғой сол кезде. Ана коридорда көтерілгенде тоқтатып қойып жағасынан ұстап. Бір сілкіп өлтіре салайын иттің баласы деп. Жазушылар одағының бірінші басшысы ғой. Мұқағали Мақатаевтың одақтан қуылуына осы оқиға түрткі болды деген деректерді жиі көзіміз шалады. Көбі Әнуар Әлімжановтың бұйрығымен қызметтен кетті дейді, бірақ Сайын Мұратбеков өз естелігінде мұны жоққа шығарды. Сөйтіп тұрғанда жұбан келді бір 15 минуттан кейін. Енді мені кішісімді ме Мұқағали бір-екі боқтады да тұрдым. Сол жұбан келген. Аттан келеттір, осы сыйлықты қой өздеріңе ғана аласыңдар. Әнелеріңе ғана әпересіңдер деп жаңағы тиісті. Өте бір әдепсінелер жуан, әлкәкіраз өзі үйінде отырып, ызалы болып жүрген көзі жазушылар одағына деген осы кәдімгі бір әлгі. Енді екінші басшы болып жүріп, босады ғой жұмыстан Әнуар. Содан ол әлгі
Мұқағали ол да бір қаттырақ айтты, бірақ ішіп алған адам болмайды ғой, және көкірегі үлкен, бойы ұзын Мұқағали. Қазір мен сені тура осы жерде деп ұмтылды. Содан анау ары қарай кетіп, арға Тұрсынқұловтың кабинеті жағынан шығып, сонан біраздан кейін Әнуарға келіп, қашан қостып, әкеміздің аузынан боқтатып, өзімізді итте тепкілетіп қоясыңдар, әдейі істеп жүрсіңдер ғой сендер. Бізді осында келтірмеу үшін деп, Әнуарға қарап түтігіп тұрып сөйледі. Жұған Молдағалиев па? Иә, шығар ананың мүшеліктен мінеме. Неге тәртіпке шақырмайсың? Ондай адам мүше болуға әлгі садаға кетсін деген сияқты. Не бол, аузына ақ ит кіріп көк ит шығады. Жазушыларда да үйі. Онда келген адам не тәрбие алады? Сөйтіп тұрғанда Олжас келген. Ол да орысша боқтанып көрді. Я его одним ударом. Сөйтсе онда бірінші этажда жүріп тиіскен, оған да тиіскен. Ол кезде үшінші қатшы еді ғой Олжас. Сонымен бұл ит еріп жіберген бірдеңесі бар. Кімнің жаңағы жұбаның сөзінде Олжас келген кезде как раз қосыла кетті. Выгнать надо таких, деді. Если ты боишься подписать, я подпишу, деді. Сонымен Олжас қол қойып жіберді соған. Кетсін деп жаңағы. Ол енді ол кезде Мұқағалидың солай болып қалады, ана-мына. Хотя полгода пусть вне союза ходит, раз он не умеет себя вести деп. Ана астыңғы этажда, ол өзі баспа бар астыңғы этажда, біраз адамдарды біраз ол Мұқағали келгенде қорқады ғой жұрт, алып адам. Осындай жағдай. Сонан барып, әлгі Машинскийні шақырып алып, уволить его из союза. Вот завтра или сегодня секретариат, сол кезде мен соған салғызам деді, ол жасайды. Мен өзім салғызам, өзім қол қоям деді. Қол қойып жүрген сол, Әнуар қол қойған жоқ. Бұл сұхбатта сайын Мұратбековтің Олжас деп отырғаны қазақтың алып ақыны Олжас Сүлейменов. Біз мұнымен әдебиет алыптарына тіл тигізіп немесе қаралауды мақсат етіп отырғанымыз жоқ. Мұқағалидың көзін көрген, жанында жүрген, бірге істес болған адамдардың айтқандарын сіздерге ұсынып отырмыз. Қалай десек те, Мұқаңның одақтан кетуі өміріндегі ең үлкен қателік болғаны анық. Мұны ол кісі әлгінде жазған хатында да айтып отыр. Енді осындай күлдіп адам күйге түскен ақын бір сәт ішімдікке әуестеніп кеткенін жасырмайды. Бәріне де Дариға ақын жүрек кінәлі. Әйтсе де барымды салып еңбектендім. Бәрібір жеңіл емес еді. Қол қаламнан қалт еткенде жағалаған жағымпаз достармен, дәлдүрі жақындармен іше бастадым. Олардың ырқына қалай түскенімді байқамай қалғандаймын. Әлсін-әлсін менің серлік өмірім басталды. Өзім ұяттан өртеніп тұрсам да, құрдастарымның сәл қуаныштарына сілтейтін болдым. Ішкенімді жасырмайым, бірақ үйіме де, басқалардың күйіне де зиян келтірген жоқпын. Ал рухани жағын қайдам? Мұқағали әлдегімдер айтып жүргендей маскүнем болған емес. Ішкен адам өз айтқандай отбасын асырап, бала тәрбиелеп, ақылға қонымды әлдеқандай әрекет етпейді. Ол кісінің жанын жегідей жеген сәттер көп. Мұқағали ішімдікке салынған болса, жүрегінен жыр жауһар төгілер меді. Өміріндегі осы бір келеңсіз сәт ақынның ғибратты ғұмырына күйе жаға қоймас. Мұқағали еш уақытта аласарған емес. Жағынып сөйлеп, жалтақтап жүрген кезі болмады. Мұны ақынның көзін көргендердің барлығы да растап берген. Елбасшысы Дінмұхаммед Қонаевқа жазған хатында да басыма баспана бер, қызмет ұсын деп тілемсектенбеді. Ол кісі ішкі күйзелісін ақтарғысы келіп, сыр бөлісер жан іздеп, мұңын шағар кісі табылар деп қатты күйзелген сияқты. Қазір мен бәрінен де түңілдім. Жолдас достардан да, әмпей ымыраластардан да, жаман әдеттерден де. Үйде омалып жаза берем. Бұлардың не әкелерін кім білет? Жанға бататыны қоғамнан жылулық іздеген ақынның бұл хаты Қонаевқа жетпеген. Мұны белгілі ақын Оразалы Асқар сұхбаттарының бірінде айтып берген. Қонаевқа жолданған хатты әлдегімдер жойып жіберіпті дегенді айтады. Осы хат жазылып арада 2 жыл өткеннен кейін мұзбалақ ақын көз жұмады.
ауыр дерттен қайтыс болған. Кім білет, бәлкім сол кезде ел басшысына жазған хаты Қонаевтың қолына тигенде жағдай басқаша болар ма еді. Шалт басқанды шалқалай құлатып жіберетін қатыгез қоғамнан өмірінің соңғы сәтінде болсын жылулық көретін беді. Амал нешік, жазмыш осындай болды. Мұқағали қанша қиналса да, қандай теперіш көрсе де елін сүйді, жерін сүйді. Ол кісінің туған халқына деген махаббаты жыр шумақтарынан аңғарылып тұрады. Небәрі 45 жыл ғұмыр кешкен ақынның өзі өлсе де жазған өлеңдері өлмейді. Қазақ барда Мұқаң есімі мәңгілік қалады.